Тік емтиханның бірінші тапсырмасы функцияның анықталу облысын табыңыз. Бізге осындай функция берілген. Бірінші біз мынау анықталу облысы дегеніміз не? Соны түсіндіріп кетейік. Анықталу облысы дегенде біз әр уақытта түсінеміз x-тің қабылдайтын мәндерін. Яғни x орнына қандай сандар қоюға болады деген сөз. Онда біз қарайық, x бізде қайда бар? Алымында бар. Мына жерде міне x тұр. Ну, понятно деп ойлаймын, бұл жерде x орнына кез келген сан қоя беруге болады. Өйткені ол мағынасы бола береді. Мына жерде 5-ті қандай санға көбейтсең де, сосын оған 2-ні қоссаң, бәрібір бір сан шығады. Ал енді бөліміне қарайық. Бөлімінде не бізде бар? Квадрат түбір бар. Квадрат түбірдің қандай қасиетін біз білеміз? Мысалы, квадрат түбірдің астында а деген сан болса, а әр уақытта артық немесе тең нөлден. Ол нені білдіреді? А деген сан, түбірдің астындағы сан ешқашан теріс сан бола алмайды. Именно квадрат түбір. Мысалы, 3-ші дәрежелі болса бола беретін. Квадрат түбір, 4-ші дәрежелі түбір, жұп дәрежелі түбірлерде ешқашан түбірдің астында теріс сан болмайды. Сондықтан біз осы түбірдің астындағы өрнекті анықталу облысыңыз дегенде артық немесе тең нөл деп аламыз. Бірақ бұл жерде ол бөлімінде тұр. Бөлімінде тұрған өрнек ешқашан нөл бола алмайды. Өйткені ол нені білдіреді? Біз мына 5x қосу 2-ні осыған бөлу керекпіз, иә? Ал ол нөлге тең болып қалса, мына түбірдің асты нөлге тең болса, түбір асты 0 тең 0 деген сөз ғой, иә? Онда получится 5x қосу 2-ні біз нөлге бөлеміз. Нөлге бөлуге болмайды. Сондықтан біз мынау 1,9x азайту 38-ді егер ол алымында болса, ол артық немесе нөл деп алатын еді. Ал ол бөлімінде болғандықтан жай ғана артық нөл деп аламыз. Енді кәдімгі теңсіздік шешеміз. Сонда x артық 38-ді бөлеміз 1,9-ға. X артық сонда бізде 20-дан. 20-дан артық болатын болса, ол қандай аралық? 20-дан плюс шексіздікке дейінгі аралық. Міне, дұрыс жауабы С болады. Осы жерде мұқият боламыз. Мысалы, Е вариантын белгілеп қоймаймыз. Келесі есептеңіз дейді. Бізде осындай шек берілген. Лимит x 0-ге ұмтылғанда синус 7x бөлінген синус 3x деген. Бұл жерде біз тамаша шекті қолданамыз. Бізде мынандай формула бар. Лимит x 0-ге ұмтылғанда синус x бөлінген x тең болады 1 деген. Және бұны керісінше де жазуға болады. Лимит x 0-ге ұмтылғанда бұлай жазуға болады. X бөлінген синус x тең болады 1. Енді осындай лимит болған кезде синусты көрсек біз көбіне осы тамаша шекке келтіреміз. Енді қарайық. Оған келу үшін мына лимиті бар. Лимит x 0-ге ұмтылғанда синус 7x болғанда, значит, ол 7x-ке бөліну керек мынаған келу үшін. Өйткені x болғанда x-ке бөлінеді, 7x болса формулаға келу үшін 7x болу керек. Бірақ 7x деген бөлімінде болған жоқ қой. Мен өзім жазып қойдым бөліміне 7x дегенді. Негізінде ондай берілгенде жоқ қой. Онда бөліміне өзім жазсам, алымына да өзім жазып қоям сондай. Көбейту 7x деп. Сосын бізде бар синус 3x деген бөлімінде. Ол формулаға келу үшін мынаған келтіргім кеп тұр ғой. Енді бөлімінде синус x болғанда алымында x болу керек. А менде 3x, значит, алымында менде 3x болу керек. Так, алымында 3x деген жазу болмаған, мен өзім жазып қойдым. Онда бөліміне де өзім жазам. Сонда не болды бізде? Синус 7x деген бар, міне тұр ол. Синус 3x деген бар, міне тұр ол. Енді мен өзім жазғаным 7x, міне мынаны жаздым, алымына өзім жаздым, бөліміне де өзім жаздым. 3x дегенді алымына жаздым, бөліміне де жаздым. Тек қана алымына жазып қойсам, ол қате болатын еді. Ал алымына да бөліміне де жазсам, одан өрнектің мағынасы өзгермейді, сондықтан жаза беруге болады. Тең болады. Енді осы жерден мынау бізде синус 7x бөлінген 7x деген 1-ді береді формула бойынша. Мынау 1 болып кетті. 7x, жоқ, 3x бөлінген синус 3x деген мынау.
Ол да бізде бірге тең болып кетті мына формула бойынша. Олар бірді берді де, сонда менде не қалды? Менде қалғаны лимит x нөлге ұмтылғанда, мынау бірге тең, мынау бірге тең. Енді олар бір көбейту бір ешнәрсе өзгермейді да. Оны жазбауға болады. Қалғаны 7x алымында бөлімінде 3x. Xтер қысқарып кетті. Онда мынау лимиттің қажеті жоқ. X нөлге ұмтылғанда дейді, x жоқ бізде. Сонда 3-тен 7-дің өзі қалады. 3-тен 7, сонда дұрыс жауабы D болады бұның. Келесі тапсырманы қарайық. Функцияның туындысын тап делінген. Арк косинус функциясы берілген. Арк косинустың туындысын есімізге түсірейік. Арк косинус x-тің туындысы формула бойынша тең минус 1 бөлінген түбірдің астында 1 азайту x квадрат. Міне. Енді сол форманы қолданам. Y штрих тең болады. Енді бірден қолданып кетпей, мен бұл жерде күрделі функция екенін көріп тұрмын. 3-ші дәрежесі бар. Енді бұл жерде мындай ғой, x-тің кубы десе, оның туындысы 3x квадрат болатын еді. 3 алдына түседі, коэффициент болып дәрежеден 1 азайтылады. Дәл сол принцип бойынша мынау дәрежеден туынды алам. Сонда болады 3 арк косинус x и дәрежесі 2 болады. Дәрежеден туынды алдым, енді функцияны өзіне алам. Арк косинус x-тан. Ол көбейтіледі. Арк косинус x-тің туындысын міне мен жаздым ғой. Ол тең минус 1 бөлінген 1 минус x квадрат түбірдің астында. Енді бізде тригонометриялық функция немесе кері тригонометриялық функция болғанда, мынандай коэффициент алдына жазылады, сол сияқты мен алдына алып келем. Сонда болады минус 3. Мынаны алдына жазбайын. 1 бөлінген 1 минус x квадрат түбірдің астында и арк косинус x квадратта. Осындай жауап бар ма қараймыз. Бұған келетіні е. Бірақ бұнаны мен көшірдім ғой, алдына бұл жерде көшірмеген. Солай қалдырған, минусты ғана көшірген ғой, минусын алып келген 3-тің алдына. Бірақ көбейткіштердің орнын ауыстырғанын көбейтінді өзгермейді, сондықтан дұрыс жауабы е болады. 4-ші. Есептеңіз дейді. Бізде анықталған интеграл берілген екен. Анықталған интеграл. Так, мынау түбір асты 3-ті коэффициент ретінде интегралдың алдына шығарып тастайық. Түбір асты 3. Интеграл пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 3-ке дейін. Сонда түбір асты 3-ті шығарып қойдым, 1 қалады. Бөлінген косинус квадрат x dx. Тең болады. Так, 1 бөлінген косинус квадрат x dx деген, оның интегралы бізде тангенс x-ке тең ғой. Формуласы бар өзі. Сонда бірден мен жазам. Түбір асты 3. Мына формула бізде. Ол тангенс x-ке тең. Тангенс x. И уже мен интегралды мындай таяқша түрінде жазам ғой. Пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 3-ке дейін. Енді орнына мәндерін қоя саламыз. X-ның орнына бірінші жоғарғы шегін, сосын төменгі шегін, оларды азайтамыз. Түбір асты 3 солай қалады. Оны жақшаның сыртына шығарып тастадық деп есептей берейік. Сонда болады тангенс пи бөлінген 3. Азайтамыз тангенс пи бөлінген 6. Тең түбір асты 3. Тангенс пи бөлінген 3 деген ол 180 бөлу 3. Тангенс 60 градус деген сөз. Минус тангенс 30 градус. Тең болады. Түбір асты 3. Тангенс 60 градус ол түбір асты 3-ке тең. Минус тангенс 30 градус ол тең түбір асты 3 бөлінген 3-ке. Тең болады. Түбір асты 3 қалады. Мұнда толықтауыш көбейткіш 3 берем. Сонда менде болады 3 түбір асты 3 минус түбір асты 3. Әжде минусы бар. Минус түбір асты 3 бөлінген 3. Тең. Түбір асты 3 солай қалады. Енді мынаны түсінуге болады ғой, 3 түбір асты 3 азайту 1 түбір асты 3 деп. Ол 2 түбір асты 3 болады. Тең болады. Түбір 3 көбейту түбір 3, түбір жойылады, 3-тің өзі қалады. Сонда 2 көбейту 3 деген сөз бөлінген 3. 3-тер қысқарады.
сонда бізде 2 қалады. Дұрыс жауабы Е болады бұл жерде. Так, келесі тапсырма. Бұл тапсырмада не делінген? Дүкенде жұмсақ ойыншықтардың 4 түрі бар. Қаз, тегізаяқ, акула, зебра. Аружан достарына сыйға беру үшін 10 жұмсақ ойыншықты қанша тәсілмен сатып ала алады? Біз бұл жерде таңдап алу керекпіз ғой. Барлығы бізде 4 түрлі ойыншық бар. Қаз бар, сегізаяқ бар, акула бар, зебра бар. Осы 4 түрлі ойыншықтардың ішінен біз 10 ойыншық таңдап алу керекпіз. Бұл теру болып тұр ғой. Өйткені бізге реті маңызды емес қой. Элементтердің реті маңызды болғанда ол орналастыру болатын еді. А мұнда реті маңызсыз. Маңызы жоқ. Сен бірінші қаз таңдап аласың ба, сосын сегізаяқ таңдайсың ба, немесе бірінші зебра таңдайсың ба, айырмашылық жоқ қой. Сондықтан бұл теру болады. Теру, так, N-нан К деп алайын, иә? Терудің формуласы. Бұл жерде жай ғана теру емес бізде. Бізде бұл қайталанатын теру болады. Неге қайталанатын теру? Жай теру болса, мына мен есептей беретін едім, а бұл қайталанатын теру. Неге деген сұрақ туындаса, неге қайталанады? Өйткені барлығы бізде 4 ойыншықтың түрі бар ғой, а мен 10 ойыншық таңдап алу керекпін. Сонда мысалы қаз, біреу сегізаяқ, біреу акула, біреу зебра, біреу ғана алатын болсам, онда 4 ғана болатын еді. А мен олай болса қаздан бірнеше штук алам, сегізаяқтан бірнешеу, акуладан бірнешеу, зебрадан бірнешеу алатын болып тұрмын ғой, барлығын 10-ға жеткізу үшін. Сондықтан бұл қайталанатын теру болады. Так, бұл жердегі N мен K-ны анықтап алайық. N дегеніміз бізде ойыншықтардың түрі. Так, деп жазайыншы. Ойыншық түрі. Ойыншықтардың түрінің саны, басқаша айтқанда. Түрінің саны. Барлығы 4 түрлі ойыншық бар. К дегеніміз не? К дегеніміз таңдалатын ойыншықтардың саны. Осы 4 түрлі ойыншықтан мен 10 ойыншық таңдап алу керекпін. Таңдалатын ойыншықтар саны 10. Енді мынау бізде жай теру ғой, қайталанбайтын. А бізде қайталанатын теру. Қайталанатын терудің формуласы С N плюс К минус 1-ден К. Енді қоям. С N плюс К, мынау N, мынау К. N бізде 4-ке тең, плюс К бізде 10-ға тең. Азайтам бір формула бойынша, и жоғарысында К тұрады. К бізде 10-ға тең. Сонда не шығады? Менде шығады С. Так, мына жерде 13, иә? 13-тен 10. Тең. Мына формуланы жазып кетейікші, кәдімгі терудің формуласы бізде қандай? N факториал бөлінген К факториал, и мына жерде N минус К. Енді дәл осы формула шықты мына жерде деп айтуға болады, 13-тен 10. Онда осыған қоятын болсам, болады 13 факториал бөлінген 10 факториал, жақшаның ішінде 13 азайту 10-ның факториалы. Тең. Факториал деген бірден бастап сол санның өзіне дейін барлық натурал сандардың көбейтісі. Яғни мына жерде 1-ден 13-ке дейін сандар көбейтіліп тұр. Бірақ мен оны бүйтіп жазам. 10-ның факториалы, бұл жерде 10-ның факториалы деген уже 10-ға дейін көбейтіліп тұр деп түсінем. Енді арғатай жалғасы бар ғой. 11, 12, 13. Бөлімінде 10 факториал солай қалады. Жақшаның ішінде 13 азайту 10, ол 3-ке тең, 3-дің факториалы. 10 факториал мен 10 факториал қысқарады. Так, мына 11 көбейту 12 көбейту 13 солай қалсын. 3-дің факториалы деген ол 1 көбейту 2 көбейту 3. 2 көбейту 3 6 болады, ол мына 12 мен қысқарады. 12-ні 6-ға бөлсек, бізде 2. Сонда алымында қалады бізде 22 көбейту 13. Бөлімі 1-ге тең, оны жазбасақ болады. 22-ні 13-ке көбейткенде бізде 286 шығады. Сонда дұрыс жауабы Б. Келесі тапсырма. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Бұл теңсіздікті шешу үшін
мынаған назар аударайықшы, бізде квадрат түбірдің астында x квадрат минус 16, және ол минус 4-тен артық дейді. Ол минус 4-тен артық болатыны жайды түсінікті. Өйткені манағана мен сіздерге түсіндірдім ғой, түбір астында а, нақты айтқанда квадрат түбірдің астында а деген өрнекті алған кезде аның өзі артық немесе тең нөлден. Онда түбірден шығатын санның өзі де артық немесе тең нөлден. Ол ешқашан теріс сан бола алмайды ғой. Сондықтан ол міндетті түрде теріс саннан үлкен. Оны даже ойламауға да болады. Сонда біздің енді түсінетініміз мынаны артық немесе тең нөл деп қарастырсам жеткілікті. Басқа маған еш нәрсе керек емес. Ол артық немесе тең нөл болады да, ол минус 4-тен бәрібір де үлкен. Минус 4-ті қарамауға да болады. Сонда x квадрат минус 16 артық немесе тең нөл деймін. Сонда бұл енді бүйтіп жазайын. Минус 4-тің квадраты дейін түсінікті болу үшін. Артық немесе тең нөл, қысқаша көбейту формуласына x минус 4, x плюс 4 артық немесе тең нөлден. Нөлдерін тапқанда мынау 4-ке тең, мынау минус 4-ке тең. Белгілейміз минус 4, 4. Нүктелер боялады. Себебі теңсіздік белгісі бізде қатаң емес. X квадрат ең үлкен дәреженің алдында коэффициент оң сан, мына жерде 1 ғой енді. Сондықтан плюстан бастаймыз, плюс, минус, плюс аралықтар. Енді көбіне бүйтіп бөліп қояды ғой. Мен де бөле салайын сіздерге түсінікті болу үшін. Бізге керегі артық немесе тең нөл дегесін. Артық болғасын әрине біз плюс аралықтарын аламыз. Енді бұны жазайық. Бұл не болып тұр? Минус шексіздіктен минус 4-ті қоса алғанда, өйткені нүкте боялып түртік жақша қоям, бірігу, 4-ті қоса алғанда плюс шексіздікке дейін. Бұл қандай нұсқаға келіп тұр? С нұсқасына келеді екен. Дұрыс жауабы осы болады онда. Келесі. Есептеңіз. Бізге логарифм берілген екен. Негіздері бірдей. Ендеше бұл бізге қазір оңай болады есептеуге. Так, логарифмнің алдында тұрған коэффициент, ол мынаның дәрежесі болып кететінін білеміз, иә? Мынаның бит дәрежелеріне алып барам қазір. Сонда не болады? Тең. Логарифм 2-ден 1 негізінде 3-тің 4 дәрежесі болып кетеді. Минус логарифм 2-ден 1 негізінде 27-ін 1-ден 3-тің кубы деп жазайыншы. 3-тің кубының 3-тен 2 дәрежесі болады. Минус логарифм 2-ден 1 негізінде 6-ның квадраты болады. Тең болады. Логарифм 2-ден 1 негізінде 3-тің 4 дәрежесі 81-ге тең. Минус. Так, дәрежені дәрежеге шығарғанда білеміз ғой, аның m дәрежесінің n дәрежесі дегенде бізде дәрежелер көбейтіледі. Онда мен 3-ті 3-тен 2-ге көбейту керекпін. Дәрежені дәрежеге шығару үшін көбейткен кезде мына екеуі қысқарады да 3-тің квадраты ғана қалады. Ал 3-тің квадраты ол 9. Сонда логарифм 2-ден 1 негізінде 9 минус логарифм 2-ден 1 негізінде 36. Тең. Негіздері бірдей, арасында азайту болғанда бөледі. Бірақ мына же бәрін бөлу деп жазып кетпейміз. Бірінші алғашқы екеуін қарастырамыз. Сонда болады логарифм 2-ден 1 негізінде, мына екеуін бөлем. 81 бөлу 9. Мынаны әзірге солай жаза берейін. Логарифм 2-ден 1 негізінде 36 деп. Тең болады. 81 бөлу 9, 9 болады ғой. Сонда логарифм 2-ден 1 негізінде 9 минус логарифм 2-ден 1 негізінде 36. Енді қайтадан негіздері бірдей, арасында азайту, онда негізі өзгермейді. 9-ды 36-ға бөлеміз. Бүйтіп жазайын бөлуді. Сонда қысқарады 1, мұнда 4. Логарифм 2-ден 1 негізінде 4-тен 1. Бұл нені білдіреді? 2-ден 1-дің қандай дәрежесі 4-тен 1-ге тең деген сұрақ. 2-ден 1-дің әрине 2 дәрежесі 4-тен 1 болады.
Сонда жетінші тапсырманың дұрыс жауабы Е. Келесі. Есептеңіз. Енді бұл қатты қиын емес. Тек ықшамдау керек болып тұр да бізге. Так, ықшамдай кенді. Сонда не болады екен? 3-тен 1-дің 3 дәрежесі. Бірден жазып кетейік. Санауға болады ғой, 3-тен 1-дің 3 дәрежесі 27-ден 1. Көбейту. 25 деген ол 5-тің квадраты, я? 5-тің квадратының минус 2-ден 1 дәрежесі. Минус 2-ден 1 деген дәреже болып тұр. Көбейту. 9 деген ол 3-тің квадраты. 3-тің квадратының 2-ден 3 дәрежесі. Және 27-дің 0 дәрежесі. Сан 0 дәрежесі 1-ге тең, көбейту 1 деп жазудың қажеті жоқ, бәрібір ешнәрсе өзгермейді одан. Сонда 5 солай қалады. Көбейту 8 деген не ол? 8 деген ол бізде 2-нің кубы. 2-нің кубының 2-ден 1 дәрежесі деп жазайын. Көбейтілген. Так, мұнда негізі 2 болып тұр. Онда 2-ден 1-ді де 2-ге келтірейін. Алым мен бөлімін орнымен ауыстырғанда дәреженің таңбасы өзгереді. Сонда бізде ол 2-ден 1 емес, 1-ден 2 ғой, енді 1-ді жазбауға болады. 2 деп жазам. 2-нің минус 2-ден 3 дәрежесі тең болады. Так. 27-ден 1 енді қала тұрсын. Дәрежені дәрежеге шығару, мана көрсеттім ғой, дәрежені дәрежеге шығарғанда А-ның М дәрежесінің N дәрежесі тең А-ның М көбейту N дәрежесі деп. Дәрежелер көбейтіледі. 2-ні минус 2-ден 1-ге көбейтеміз. Минусты ол 2-ден 1-дің таңбасы азайту емес. 2 азайту 2-ден 1 деп түсінбеңдер. Минус 2-ден 1 дәрежесі. Екеуін көбейтеміз. 2-ні минус 2-ден 1-ге көбейткенде екеуі қысқарады. Сонда қалады 5-тің минус 1 дәрежесі. Так, көбейту. Мына жерде де дәрежені дәрежеге шығарып жатырық. Онда олар көбейтіледі. Көбейткен кезде 2 мен 2 қысқарады, 3-тің кубы қалады. Ал 3-тің кубы ол 27. Сонда мына 27 мен мына 27 қысқарып кетеді. Бөлімінде қалады 5 көбейтілген. Мына жерде де көбейтеміз дәрежені дәрежеге шығарғанда. Бірақ олар қысқармайды ғой. Сондықтан болады 2-нің 2-ден 3 дәрежесі. Көбейтеміз. Көбейту, ары қарай 2-нің мынау қала берсін. Минус 2-ден 3 дәрежесі тең болады. Так, мынау 5-тің минус 1 дәрежесі қалсын. Бөліміне апарып тастауға болады, бірақ сендерге түсінікті болу үшін әзірге қала тұрсын. 5 көбейту, енді мына негіздері бірдей ғой. 2, 2. Негіздері бірдей болғанда арасында көбейту жағдайында біз дәрежелерін қосамыз. Мысалы, А-ның М дәрежесі көбейтілген А-ның М дәрежесі десе, А қалады, мыналар қосылады дәрежелері. Сонда қосамыз 2-ден 3, қосу минус 2-ден 3, 0 болады ғой. Екеуі қарама-қарсы, енді қосқанда 0 болады. 2-нің 0 дәрежесі. Сонда 5-тің минус 1 дәрежесі. Мынау минус дәрежені плюсқа айналдыру үшін оны бөліміне апарып тастайды. Оны да егер білмесек, есімізге түсірейік. А-ның минус 1 дәрежесі тең 1 бөлінген А. Енді 5-тің минус 1 дәрежесі, значит, ол 1 бөлінген 5. Және мынау 5-тің өзі бар ғой. Мына 5-тің өзі бар бөлімінде. 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. Мана айттым, санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Болды. Сонда 25-тен 1 болады. 8-ші жауабы Д.